Hi, сәлем. Бүгінгі біздің тақырып ол past continuous. Қай кезде қолданамыз? Формуладан кейін айтамын оны бүгін. Өйткені бізге қазір түсіндірген кезде формула керек. Past continuous-тың формуласы. Болымды болған кезде subject plus to be plus verb ing. Болымсыз болған кезде subject to be not plus verb ing. Болған кезде to be сосын subject сосын verb ing. Тоқта. Бір шаққа ұқсап тұр ғой мынау. Ұқсап тұрған жоқ, тура бір шақтың формуласы сияқты, иә? Ол тура present continuous-тың формуласы сияқты, бірақ present continuous болған кезде біз present осы шақтың to be-ларын қоямыз формулаға. Мысалы, subject to be verb ing ғой. Present continuous-та біз I дегендегі am, одан кейін she дегендегі is, сосын тағы қалған a. Am is a деген to be-ді қоятынбыз, бірақ past continuous болған кезде формула турасындай, бірақ to be деп тұрған жерге біз past өткен шақтың to be-ін қоямыз. Ал өткен шақта to be былай өзгеріп кетеді. I, she, he, it болған кезде біз am, is-дің орнына was-ды қоямыз. Ол жекеше дегенді білдіреді. Was, I was, she was. Ал көпше болған кезде ана деген бар еді ғой. Өткен шақта ол to be болады. You were деп айтамыз. Сен деген кезде де өткені ол көпше болып есептеліп кетеді. Бірақ ол сен деген мағынада, біз was демейміз, you was емес, сен деген кезде біз you were деп айтамыз, ағылшын сондай. Сосын көпше you were, сол you were, одан кейін they were, көпше болған кезде were. Демек, формуланы жаттау бізге керек жоқ, тура present continuous-тікі сияқты, тек қана to be деген жерде біз past-тың to be-лерін қоямыз, was немесе were. Ал енді қолданысы. Қай кезде қолданамыз? Past continuous-ты біз қолданамыз өткен шақта, белгілі бір уақытта, белгілі бір іс-әрекеттің арасында болу. Сіз белгілі бір іс-әрекеттің арасындасыз, бір нәрсені жасап жатасыз сол кезде. Өткен шақта, белгілі бір уақытта, белгілі бір іс-әрекеттің арасында болу. Ол қалай? Мысалы, кеше сағат 3-те деге, белгілі бір уақытта 3-те не істеп жатыңыз? Қандай іс-әрекеттің арасында болдыңыз сағат 3-те? Мысалы, кеше сағат 3-те мен билеп атқам. Үйде ешкім болған жоқ, мен билемекет, мен билеп атқам. Формула бойынша I was dancing, мен билеп атқам. Жай ғана мен кеше биледім. Кеше биледім деген ол past simple. Не істедім? Кеше биледім. I danced. Бірақ бұл жерде біз сағат 3-те қандай іс-әрекеттің арасында болғаны бізге қызықты. Не істеп аттың? Тура 3-те не істеп аттың? Билеп аттым. I was dancing. Сонда қазақшаға кішкене бүйтіп салыстыратын болсақ, past continuous болған кезде мен билеп жатқанмын. Ал past simple болған кезде мен биледім. Кеше биледім болды. Тағы бір мысалдар қазір берем. Мысалы, кеше маған қоңырау шалған кезде мен ұштап болғам, мен жуынып атқам, маған қоңырау шалған кезде I was having a shower. Естіген жоқпын, алмадым мен қоңырауды. Қандай іс-әрекеттің арасында болдым мен кеше? Мен жуынып жатқам сол іс-әрекеттің арасында. Немесе апам үйге келген кезде мен тамақ пісіріп атқам. Мен белгілі уақытта, қай кезде апа үйге келген кезде қандай бір іс-әрекеттің арасында болып жаттым? Мен тамақ пісіріп жату іс-әрекетінің арасында болдым өткен шақта. Апа келген кезде, апа келді ғой, келді болды. Ол past simple. Апа кеше келді. When my grandma came home. Жай ғана past simple өткен апа бүйтіп келе жатқан жоқ қой. Келді болды. Келді. Past simple. Ал мен не істеп жатқам ол кезде, мен қандай іс-әрекеттің арасында болғам? Мен тамақ пісіріп атқам. I was cooking. When my grandma came home,
I was cooking белгілі бір іс әрекеттің арасындамын. Немесе тағы да бір мысалдар, кеше далада жүріп бара жатқан кезде мен досымды көріп қалдым. Жүріп бара жаттым. Жүрдім емес, жүріп бара жаттым. Сол кезде мен белгілі бір іс әрекеттің арасындамын, жүріп бара жатырмын. When I was walking, I saw my friend. Мен досымды көріп қалдым. Ол жай ғана пассив болады мысалы. Көрдім, болды. Мен көріп келе жатқан жоқпын ғой, көріп қалдым, болды. Сонда мен when I was walking, I saw my friend. Ол жай ғана пассив болады. Мен қыдырдым емес, мен бүйтіп қыдырып келе жатқанда, сол іс әрекеттің арасында болып келе жатқанда көріп қалдым досымды. Сонда past simple, past continuous кейде осылай бірге бірігіп күрделі сөйлемдер жасалады, иә? Кейде екеуі де past continuous болып қалады. Оны біз айтамыз параллельді болып жатыр іс-қимылдар, бір уақытта болып жатыр. Мысалы, кеше сағат 11-де, иә, сағат 11-де мен үйді жинап жатқам. Мен сағат 11-де кеше белгілі бір іс-әрекеттің арасында болып жаттым ғой. Үйді жинау іс-әрекеттің арасында болдым. Ал менің мысалы сіңілім сабағын оқып жатты деген, тура сол кезде, тура сол 11-де ол сабағын оқып жатқан сол іс-әрекеттің арасында. Екеуміз бірге сол сағат 11-де бір іс-әрекетте жасап жатырмыз, параллельно болып жатыр. Екеуі де сонда past continuous болады. Бірақ ол кезде when демейміз, while деп айтамыз, сол уақытта, while. While I was cleaning, my sister was doing home task. Мен жинап атқанда, ол сабағын оқып атты, екеуі параллельді болады, бір уақытта. Сонда while деп айтамыз бұл жерде. Кейде параллельді, кейде жай ғана past simple, өйткені параллельді болмай қалады. Мына жерде екеуміз де, мысалы, сіңілім де сабақ оқып жатыр іс-әрекеттің арасында, мен де бір іс-әрекеттің арасында, ал далада келе жатқан кезде жай көріп қалдым, ол бір-ақ рет бітті. Немесе мен душта жуынып жатқан кезде іс-әрекеттің арасындамын ғой, қоңырау шалынды, бітіп звондап қалып, мен естіген жоқпын. For example, when I was having a shower, you called me. Сен звондадың, болды, бір-ақ рет. Егер де сен звондап жатсаң, сол уақытта, мысалы, мен бір сағат 10-да жуынып жатырмын, мен сол іс-әрекеттің арасындамын, ал сен звондап жатырсың, қоймайсың. Я бір-ақ рет емес, қоймайсың, сонда сен звондау іс-әрекеттің арасындасың ғой. Ол кезде сонда не болады? Дұрыс айтасыздар. Екеуі де past continuous болып қалады. Егер де звондап жатса қоймай. When you were calling me, I was having a shower. Немен звондай бересің? Алмаймын деген сияқты. Сол кезде екеуі де параллельді болып қалады. Past continuous деген міне осы формуласы тура present continuous'тағыдай, бірақ present continuous'та to be'дің орнына біз қоямыз present'тің осы шақтың to be'лерін am, is, ал past continuous болған кезде біз өткен шақтың to be'лерін қоямыз was немесе were. Сіздерге үй тапсырма, ол қолданысын түсініп алыңыздар. Тағы да қалай еді? Өткен шақта белгілі бір уақытта сіз белгілі бір іс-әрекеттің арасындасыз. Past simple'да біз жай ғана ол бүйтті, сөйтті, мен бүйттім, сөйттім, кеше тұрдым, тамақ іштім, үйттім, бүйттім, жай ғана бүйтіп кезек айта береміз. Ал past continuous кезде біз бір уақыт арасында мен бүйтіп жатқанмын, мынандай болған кезде, немесе сағат 3-те бүйтіп жатқан едім, ол ананы жасап жатқан еді деп. Сол past continuous. Past simple'да дүрс сөз бой жоқ, болды, бүйттім, сөйттім, айтамыз жай ғана әңгімені, мына кезде не қандай іс-әрекеттің арасында болғанымды айтқым келіп тұрады. Сонда берілгенін, қолданысын жаттап аламыз. Формуласын енді еске сақтап алайық. Қолданыңыздар, сөйлем құрастырыңыздар, параллельді болған кезде, соған сөйлем құрастырыңыздаршы бір сәттерді, ситуацияны. Мен мысалы кітап оқып жатқан кезде су тасып кетті, немесе бірге бір жатқан іс-қимылдар, сондай бір ситуация құрастырыңыздар, кәдімгідей бір елестетіп, соған байланысты немесе past continuous пен past simple ма, әлде past continuous пен past continuous па, while деп айтады, соған неше түрлі сәттерді ойластырып сөйлемдер құрастырыңыздар.
жазыңыздар, сөйлесіңіздер, сұрақ қойыңыздар. Өз өзіңізбен ешкім жоқ болса, немесе біреу табу оңай қазіргі заманда, иә. Тіпті мына жақтан комментке жазып тауып алсаңыздар болады. Сол бірге жаттығыңыздар. Past continuous деген осы. Ой, сіздер бітіп қалды деп ойладыңыздар ма? Жоқ, мен бір зат ұмытып кетіппін айтуды, қазір соны айтып жүремін. Present continuous'та өткен кезде естеріңізде ме, біз non-action және де action verbтарды өткен болатынбыз. Иә, тағы да сол зат бізге оралады қазір осы кезде. Past continuous болған кезде де біз non-action етістік болса, біз қолдана алмаймыз past continuous'ты. Тура ана present continuous'тағы сияқты. Мен айтқан есімде болса, present continuous болсын, past continuous болсын, perfect continuous болсын, кез келген continuous'тарда non-action келді ма, біз ол шақты қолдана алмаймыз. Естеріңізде болса, present continuous'та, мысалы, тура қазір, иә, тура қазір мен білемін, тура қазір. No, бірақ ол non-action verb, сондықтан мен present continuous'ты қолдана алмаймын деп айтқам. Қарызға ала тұрған едік, иә. Present simple'дан қарызға алып едік қой, формуланы бере тұршы деп. Сонда жай ғана I know деп айтқанбыз. Мына жерде дәл солай. Past continuous белгілі бір уақытта, белгілі бір іс-әрекет жасап жатқан, мысалы мен, иә, білгем, сол уақытта білгем. Бірақ ол non-action verb болғандықтан мен қолдана алмаймын continuous'ты, past continuous'ты осы сәтте қарызға ала тұрам. Осы жолы қай жақтан қарызға аламын деп ойлайсыздар? Иә, past simple'дан аламыз. Сонда I was knowing деп айта алмаймын, өйткені know ол non-action verb. Мен жай ғана айтам I knew. Иә, белгілі бір іс-әрекеттің арасында иә past continuous болу керек негізі, бірақ ол non-action. Айтадым ғой, қайтадан оралады деп осыны. Жақсы түсініп алыңыздар, сондықтан иә, егер де сол кезде ұғынбаған болсаңыздар, араңызда түсінбей қалғандарыңыз, қайтадан оралыңыздар. Present continuous'қа жақсылап түсініп алыңыздар, бізге әлі келеді талай. Иә, осылай айтайын деген. Соңына дейін бейнені көрмей қалғандар естімей қалған шығар. Жарайды, егер де осы бейнені ұнаса, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комменттеңіздер, бөлісіңіздер. Осылай маған сіздер рахмет білдіресіздер. Келесі сабақта көрісіңіздер.